Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі бизнес процестерді қаржылық жоспарлау пәнінің келесі дәріс тақырыбы қаржылық коэффициент әдісі. Дәрістің негізгі мақсаты қаржылық коэффициент әдісінің негізгі түсініктерімен танысу. Қарастыратын сұрақтарымыз нарықтық экономика жағдайында тартылған капиталдың рөлі мен маңызы, қысқа мерзімді міндеттемелерді талдау, ұзақ мерзімді міндеттемелердің өзгеру себептерін зерттеу, меншікті айналым қаражатының болуын және оның құнының өзгеру себептерін талдау, және қалыпты және негізсіз кредиторлық берешек. Кәсіпорынның қаржылық жағдайы қаржылық коэффициенттер жүйесімен сипатталады. Қаржылық коэффициенттерді талдау олардың мәндерін базалық мәндерімен салыстырудан, сондай-ақ олардың есепті кезеңдегі және бірқатар жылдардағы динамикасын зерттеуден тұрады. Негізгі мәндер ретінде төмендегі көрсеткіштер қолданылады. Қаржылық жағдай, кезеңдер тұрғысынан қолайлы белгілі бір кәсіпорынның өткенге қатысты көрсеткіштерінің уақыт бойынша қатарының орташа мәні, көрсеткіштердің салалық орташа мәні, еңбек табысын бәсекелестіктің есеп беру деректері бойынша есептелген көрсеткіштердің мәні, қаржылық тұрақтылық тұрғысынан салыстырмалы көрсеткіштердің мәндері бойынша оңтайлы немесе сыни сипаттайтын мәндер. Қаржылық жағдай тұрақты, тұрақсыз және дағдарысты болуы мүмкін. Кәсіпорынның төлемдерді уақытында жүзеге асыра алуы, өзінің қызметін кеңейтілген негізде қаржыландыруы, қолайсыз жағдайларда төлем қабілеттілігін сақтай білу, оның тұрақты қаржылық жағдайын көрсетеді және керісінше. Егер төлем қабілеттілігі кәсіпорынның қаржылық жағдайының сыртқы көрінісі болса, онда қаржылық тұрақтылық бұл ақша қаражаттары мен тауар ағымдарының, кірістер мен шығыстардың, қорлар мен оларды қалыптастыру көздерінің балансын көрсететін оның ішкі жағы болып табылады. Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштер көбінесе кәсіпорын рентабельділігі, яғни табыстылығын, басқару тиімділігі және іскерлік белсенділік көрсеткіштеріне негізделген. Оларды бухгалтерлік баланстың белгілі бір күніне есептеп, динамикада қарау керек. Кәсіпорындың қаржылық жағдайының тұрақтылығының қарызға алынған қаражат көздерінен тәуелсіздігінің маңызды сипаттамаларының бірі жалпы баланстағы қаражат көздерінің үлесіне тең автономия коэффициенті болып табылады. Автономия коэффициенті қарызға алынған және меншікті қаражаттың қатынасын толықтырады. Бұл кәсіпорынның барлық міндеттемелерінің қатынасына тең, яғни несиелер, қарыздар, кредиторлық қарыздар, меншікті қаражат, яғни меншікті капитал қатынасына тең. Қаржылық жағдайдың тұрақтылығының маңызды сипаттамасы бұл маневрлік коэффициенті, бұл компанияның өзінің айналым қаражатының меншікті қаражат көздерінің жалпы құнына қатынасына тең. Қаржылық тұрақтылық үшін қажет серіктестіктің меншікті айналым активтерінің болуы меншікті қаражаттың арақатынасын көрсетеді. Ол меншікті айналым активтерінің жалпы құнына қатынасы ретінде есептелінеді. Ал кәсіпорынның төлем қабілеттілігін бағалау үшін қысқа мерзімді міндеттемелерді жабу ретінде қарастырылатын өтімді активтер жиынтығымен ерекшеленетін өтімділік көрсеткіштері қолданылады. Жалпы қамту коэффициенті, жалпы өтімділік, ағымдағы өтімділік, айналым коэффициенттерінің айналым қаражаттарының ағымдағы міндеттемелерге, яғни қысқа мерзімді міндеттемелерге қатынасы ретінде есептеледі. Және компанияның өзінің қысқа мерзімді міндеттемелерін төлеуге жұмсалатын айналым қаражаттарының жеткілікті екендігін көрсетеді. Қаражат тартуға арналған өтімділік коэффициент дегеніміз қорлар мен шығындардың қысқа мерзімді міндеттемелер сомасына қатынасы.
компанияның төлем қабілеттілігінің қорлар мен шығындарға тәуелділік дәрежесін, оның қысқа мерзімді міндеттемелерін төлеуге қаражат жұмылдыру қажеттілігі тұрғысынан көрсетеді. Іскерлік белсенділік коэффициенттері компанияның өз қаражатын қаншалықты тиімді пайдаланатын талдауға мүмкіндік береді. Яғни әдетте бұл топта айналымның әртүрлі көрсеткіштері кіреді. Айналым көрсеткіштері компанияның қаржылық жағдайын бағалау үшін үлкен маңызға ие. Өйткені айналым қарқыны олардың ақша формасына айналу жылдамдығы кәсіпорынның төлем қабілеттілігіне тікелей әсер етеді. Активтердің айналымдылық коэффициенті, трансформация коэффициенті, яғни өнімді сатудан түскен қаражаттың баланс активінің жалпы жиынтығына қатынасы. Ол кәсіпорынның барлық қолда бар ресурстарды пайдалану көзінің тиімділігіне, оларды тарту көзіне қарамастан сипаттайды. Жылына немесе басқа есепті кезеңге өндіріс пен айналымның толық циклы қанша рет аяқталып, тиісті нәтижені табыс түрінде көрсетеді. Дебиторлық қарыздар айналымның коэффициенті есепті кезеңде дебиторлық қарыздың орташа есеппен қанша рет айналғанын анықтау үшін қолданылады. Коэффициент сатудан түскен кірісті таза дебиторлық қарыздың орташа жылдық құнын бөлу арқылы есептеледі. Бұл коэффициентті талдау үшін салалық орташа коэффициенттен басқа салыстыру базасы жоқ екеніне қарамастан, бұл көрсеткішті кредиторлық қарыздың айналым коэффициентімен салыстыру пайдалы. Бұл көрсеткіш сатылған өнімнің өзіндік құнын кредиторлық қарыздың орташа жылдық құнына бөлудің квотасы ретінде анықталады. Жалпы қорыта келгенде, тауарлы материалдық қорлардың айналымдылық коэффициенті осы қорлардың немесе босалқылардың сатылу жылдамдығын көрсетеді. Ол сатылған өнімнің өзіндік құнын қорлардың орташа жылдық құнына бөлу арқылы есептеледі. Тауарлық материалдық қорлардың айналымдылық коэффициенті неғұрлым жоғары болса, айналым қаражаттарының бұл ең аз өтімді бабына байланысты қаражат аз болады. Айналым қаражат соғұрлым өтімді құрылымға ие және кәсіпорынның қаржылық жағдайы соғұрлым тұрақты болады екен. Айналым қаражатының айналымдылық коэффициенті сатудан түскен таза кірісті меншікті капиталдың орташа жылдық құнына бөлудің нәтижесі. Егер меншікті капиталдың кірістілік нормасы оның өтелуін қамтамасыз етпесе, онда бұл айналым коэффициенті меншікті капиталдың бір бөлігінің әрекетсіздігін білдіреді. Яғни бұл олардың құрылымының қисынсыздығын көрсетеді. Меншікті капиталдың рентабелділігі төмендеген кезде айналым барабар өсуі қажет. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.